Қырғызстан командасы жеңіске жетті. Жаңа ғана мына Қостанай облысындағы ұлы дала жорығы бәйге марафоны аяқталды және оның қорытындысы бойынша, яғни 5 күнге созылған 500 шақырымға созылған жарыс қорытындысы бойынша көрші елден келген команда жеңімпаз атанып отыр. Олар осы 500 шақырым аралықты өте сенімді өтті. Енді оның алдындағы дайындықтың да тыңғылықты жүргенін айта кету керек. Команда жетекшісі жаңа ғана көктемнен бері жорыққа арнайы әзірліктің жүргізілгенін және дәл осы бәйге барысында арнайы тактика құрғанын, арнайы жоспар құрғанын айтып өтті. Соның арқасында міне 3 атпен 500 шақырым қашықтықты рекордтық көрсеткішпен бағындырып отыр. Енді құттықтаймыз көрші елдің командасы. Ең бастысы біз о бастан айтып жүрміз ғой, жарыс әділ өту керек, таза өту керек және объективті болу керек, нағыз жүйрік жеңіске жету керек деп, міне соның нәтижесі Қырғызстан командасы өз мықтылығын биыл дәлелдеді. Олар 3 рет қатысқан болатын ұлы дала жорығы бәйге марафонына, міне 3-шісінде жеңімпаз атанып отыр және енді осы еңбектері ақталып отыр. Өкінішке орай қазақстандық командалар Қырғызстан командасынан артық жоғары нәтиже тіркей алмады. Екінші орында Ақтөбе облысының командасы, үшінші орында осы жергілікті, яғни Қостанай облысының командасы. Бас аяғы 6 команда мәрес сызығын кесіп өтті, яғни 6 команда осы 500 шақырым қашықтықты бағындырды. О баста 18 команда тіркелген болатын және соның арасынан осы жоғарыда аты аталған командалар жүлдегелігі отыр. Енді 100 миллион теңге көлеміндегі жалпы жүлде қоры бар. Қазір марапаттау рәсімі өтеді. Сол жерде табысталады, салтанатты шарасы болады. Енді осы ұлы дала жорығы бәйге марафоны Қостанай облысындағы өзінің бір ерекше бағдарламасымен, ерекше сәттерімен, ерекше эмоциясымен есімізде қалады, тарихта да жазылып қалатындығы анық. Бәйге марафон алдағы жылдары да жалғасады. Сондықтан облыстардағы командалар, аймақтардағы атбегілер тыңғылықты дайындық жүргізсе, осы бәйгемізді кеңінен насихаттаса, дәріптесе және оның дамуына үлес қосса деген. Оны мынау жергілікті спорт басқармалары көп ақша қажет емес, сонда да сәлде болса қолдау танытса, жақсы бастама, жақсы жоба жалғасын табады және енді айналып келгенде ұлттық спортымыздың дамуына, жалпы ұлттық құндылықтарымызды түгендеуге және бір идеологиялық жұмыстардың жүргізілуіне өз септігін тигізетіндігі анық. Бәріне сәттілік, бәріне рахмет.